Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем туралы толықтай видеода айтатын боламын. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіздер? Пияздың қабығы Е, Б, С дәрумендеріне калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әлі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларын алдын арады. Еркекті қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады және рак ауруымен де күреседі. Шаршауды басып қуаттандырады. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Оны қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Яғни қанның ұюын болдырмай, жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазанға ас қорыту жолдарын жұмыс қалпына келтіріп, ағзадағы шырышты шығарады да артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі, яғни суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Оны қалай демдейді? Бүйректі емдеу үшін ең алдымен 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді. Достар, видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз.